байланысты жалғыз өзі ауланың қарын 6 сағатта тазаласа, інісі жалғыз өзі дәл сол ауланың қарын 9 сағатта тазалайды. Жұмыс пен уақытқа берілетін есептерде мынандай бір шығару жолы бар. Өткен вариантта көрсеткенмін. Екеуіне мына екі санның ең кіші ортақ есебін табыңыз, немесе ортақ бөлім дейміз, бөлшектің бөлімі болса. 6 мен 9-ға ең алғашқы бөлінетін сан ол 18. Айталық біз 18 сағат бердік. 18 сағат берсек, ағасы осындай бір ауланы 6 сағатта тазарса, онда ол осындай 3 ауланы тазартып үлгереді. Ағасы немесе осындай 3 жұмысты жасап үлгереді, дұрыс па? Ал інісі барлық жұмысты 9 сағатта аяқтаса, ол 18 сағат берсек, керісінше. Інісі дұрыс. Ол 9 сағат берсек, 2 рет бітіреді ол жұмысты 18 сағатта, 9-9-дан. Сол кезде мына 18 сағаттың ішінде олар бірігіп жұмыс істесе, 5 жұмысты бітіріп тастайды. Немесе осындай 5 ауланың қарын тазартып тастайды 18 сағатта. Демек, бір ауланың қарынын нешеде тазартатын білгіміз келсе, 18-ді 5-ке бөлеміз, 3,16 сағат. Сол жақта. Оң жақта жылдамдығы 15 метр секунд болатын көлік 189 км жолды неше сағатта, уақытты сағатпен табу керек. Уақыт дегеніміз жол бөлінген жылдамдық. Жылдамдық метр секундпен берілген, жол километрмен берілген. Мынандай екі нәрсе жасауға болады. Мынаны метрға айналдырып жүруге болады. Өйткені 1 километр 1000 метр, яғни 3 нөл тіркей саламын. 1000-ға көбейту үшін 189 мыңды бөліп тастаймыз 15-ке. Бірақ естеріңізде болсын, бұл секундпен шығады, сосын сағатқа минутқа айналдырамыз, кейін сағатқа айналдырамыз, яғни 3600-ға бөлеміз, 2 рет 60-қа бөлеміз, дұрыс па? Немесе бірден мұнараға 2 рет 60-қа бөле салайын. Сол кезде мына 1 рет бөлгенде минут болады, екінші рет бөлгенде ол сағат болады. Яғни екі жақта сағатпен салыстырамын. Мына 2-0, мына 2-0-мен кетеді. 189 ол 3-ке бөлінетін сан, 3-ке бөлсек мұнда 5, мұнда 3-ке бөлсек 63, 63 пен 6 тағы 3-ке бөлінеді, мұнда 21, мұнда 2, 6 мен 21 тағы 3-ке бөлінеді, мұнда 7, мұнда 2. Енді қалған сағат санын қараңыз, мұнда 7, астында 20, 7-20 бөлсек, яғни бөлшек сан шығады 0 бүтін деген, мұнда 3 бүтін, сондықтан сол жақ оң жақтан үлкен. Мынарда ауданды табу үшін айтты, А көбейту H бөлу 2-ді беріліп тұр. Мына А мен H-ты орнына қою керек. Мұқият болыңыз, мұнда сантиметр, мұнда миллиметр, жауап сантиметр квадратпен шығу керек. Ол үшін миллиметрді сантиметрге айналдырамыз. 1 сантиметр 10 миллиметр екенін білеміз. Демек, миллиметрді сантиметрге айналдыру үшін 10-ға бөлеміз, немесе мынардың үтір бөле саламыз. Сол кезде 2,5 сантиметр болады. Енді 16-ны 2,5-ға көбейтіп 2-ке бөлесіз. 16 көбейтілген 2,5 бөлу 2. 2 мен 16-ны қысқартасыз. 8, 8-дің 2-сін 2,5 өтсеңіз 5, қалғаны 4-ке өтесіз, 20 шығады. Мынарда 20 сантиметр квадрат. Миллиметр квадрат пен метр квадратты сантиметр квадратқа аударып қосу керек. Сол кезде сантиметр квадратпен жауап шығады. Біз жаңа айттық 1 сантиметр 10 миллиметр, онда 1 сантиметр квадрат деген сөз, ол 1 сантиметр көбейтілген тағы да 1 сантиметр. Әрбір сантиметр 10 миллиметрден болса, мынауда 10 миллиметр, мынауда 10 миллиметр болса, онда көбейтсек 100 миллиметр квадрат. Демек, миллиметр квадрат сантиметр квадратқа ауыстыру үшін 100-ге бөлеміз, немесе 2,0 алып тастаймыз. Сол кезде ол 45 сантиметр квадрат болады. Ол мынау 45 болды, мынарда 20. 45-ке тағы бір нәрсе қоссақ, ол одан сайын үлкен болып кетеді. 45-тен де үлкен болады, сондықтан оң жағындағы сан үлкен, жауап Б. Абай емтиханның 25 сұрағына жауап берді. Әр дұрыс жауап үшін плюс 2 саналса, барлық сұрақтың, ал қате жауап үшін минус 1,5 балл саналса, барлық сұрақтың 16%-на қате жауап берген Абай неше балл алды? 25-тің 16% деген сөз, 25-ті көбейтеміз 100-ден 16-ға. 25-тен 100 қысқарады, 4 қалады, 16 көрсек, 4 қате болыпты. Енді қараңыз, 25 сұрақтың бізде 4-еуі минус деп біліп қойық, онда қалған 21 плюс, әр плюске 2 баллдан, демек 21-ді 2-ге өтеміз 42, әр минусқа 1,5 балл азайтылады, 1-ге және жартыға көтіңіз, 4-ті 1-ге. 4 жартыға 2 қоссақ 6, азайтыңыз 36 балл жинаған, 36. Квадраттағанда 169-ға тең саннан дейді. Квадраттағанда 169 13-тің квадраты өзіне көтсек 169. Немесе минус 13-тің квадраты, минус 13-ті өзіне көтсек 169 шығады. Отырса, біз минус теріс сандарды білеміз ғой. Минус 13 көтің минус 13, 169. Сондықтан квадраттағында 169-ға тең сан деген сөз, ол 13 немесе минус 13. 3-ке кем деген сөз, екеуіне де 3 азайтып көріңіз. 13-тен 3 азайтсаңыз 10, минус 13-тен 3 азайтсаңыз минус 16 болады. 3-ке кем саннан 3 есе артық сан деген сөз, екеуін де 3-ке көбейтіп жібереміз. Мынарда бізде 30 деген сан, мынарда минус қанша? 48, е? Артық санның 5-тен 1 бөлігі, 30-дың 5-тен 1 бөлігі 6, минус санның 5-тен 1 бөлігі, ол тағы да минус сан. Мына 6-да, мына минус санда екеуі де 36-тан кіші, 36-тан әр жағдайда үлкен деген сөз, сондықтан бұл есептің жауабы А болады. Ары қарай. X минус 8,5, Y 2,4, ал Z кіші 0. Кіші 0 деген сөз, ол кез келген теріс сан деген сөз. Болса, мынаны есептеңіз дейді. Мынарда X пен Y-тің орнына қойып, кәдімгі сан шығару болады. А мынарда X пен Y-ті қойса сан шығады, бірақ Z ол белгісіз сан, кез келген теріс сан болады, сондықтан
бұл жерде жауап болмауы мүмкін. Сонда бір тексере салайық. 4-ті минус 8,5-ке көбейтіңіз. 4-ке көбейту деген сөз 2 рет 2-ке көбейту. Мынаны 2-ке көбейтіңіз, тағы 2-ке көбейтіңіз. Сол кезде 17, 2, 34, яғни минус 34. 5-ті 2,4-ке көбейтіңіз. 12 шығады, иә? Минус 34, минус 12, минус 46 алымында бөлімінде y деген сөз 2,4 және минус x, ол минус 8,5. Сол кезде күйінесек кетеді, қосады ғой, минус плюс болады да. 10,9, 2-ке көбейтеміз, 21,8, оған 1,2 қосамыз, 23. Минус 46, 23 бөлінеді, минус 2 шығады. Сол жақта мына жерде минус 8,5, 2, минус 17, модулін ашсақ 17, 5, 2,4-ке жаңа есептедік біз 12, 17 сан 12, 5, 5-ке қандай да бір теріс санды қосыңыз дейді. Бұл теріс сан өте үлкен, өте кіші теріс сан мүмкін. Мысалы, минус миллион болуы мүмкін, сол кезде мына жақ кіші болып кетеді. Немесе ол минус 1 болуы мүмкін, сол кезде керісінше мына жақ үлкен болып кетеді. Яғни бұл есепті толық шығару үшін шарт ақпарат жеткіліксіз. Ары қарай, мына арада мына 2 минус плюс береді бізге 3,5 азайту 2,4. Бізде 1,1 шығады. Оның алда минустар, яғни минус 1,1 және минус 0,9. Бізге минус 2 береді. Мына минуспен плюс 2 болады. 3 плюс 2 5, алдындағы минуспен минус 5. Келесі мына арада минуспен плюс минус береді да, минус 0,5, минус 1,7, минус 2,2. Алдындағы минуспен плюс 2,2 болады. Енді минус 2,5 плюс 2,2 бізде минус 0,3, қосу 0,7 бізде 0,4. 0,4 алдындағы 2 минусы плюс 0,4, плюс сан әрқашан минус санның үлкен. Тіпті минус болса да, минус 0,4, минус 5 үлкен болады бәрібір, сонда біз бірден b болады деп айта алатын едік. Мына жерде мына екеуін қоссақ былай, мына екеуін қоссақ былай, мына екеуін қоссақ былай, мына үшеуін бір-біріне қосып жіберіңіз. Үшеуін де сол жағын сол жақтарына қосасыз, тең болады ғой, оң жағын оң жақтарына қосасыз. Сол кезде не шығады? А-ға А қоссақ 2 штук А шығады, 2А. Б-ға Б қоссақ 2 штук Б шығады, және С-ға С қоссақ 2 штук С шығады. Сол кезде 7-ге 15 қоссақ 22, минус 2, 20. 2-ден есептесек қоссақ 20, бір-бірден қоссақ онда 10 шығады. Немесе барлығын 2-ге бөліп тастаңыз, 2-ні шығарып, иә? Үшеуін қосын сол 10-ға тең. Мына жерде М қосылған 2N қанша болады дейді. Мынарды екеуін қоссақ біз. Екеуін қоссақ, мына минус N плюс N жойылады. 2M тең болады. 25-ке 33 қоссақ 58, онда М 58 бөлінген 2 29 болды. М 29 болса, онда N минус 4 бізде. Дұрыс па? Өйткені 29-дан 4 іздесек 25 шығады. Одан минус 4 егесек минус 8, бірақ 29 егесек 21, ол 10-нан үлкен әлде қайда, сондықтан жауап Б болады. 500 санының 14%-ын тауып, шыққан санды 90%-ға кемітіңіз. 500 санының 14%-ын табу үшін біз білеміз 100-ден 14-ке көбейтеміз. Шыққан санды 90%-ға кеміту, яғни жаңа 100% санды 90%-ға кеміту деген сөз, оның 10%-ын табуымен бірдей. Сондықтан 10%-ын таба саламын, 100-ден 10-ға көбейте саламын. 2 0 мен 2 0 қысқартамын, 1 0 мен 1 0, 5 14-ге 70, 10-ға бөлсек 7. Сол жақтағы сан. Оң жақтағы сан 700 санның 16%-ын тауып, дәл сол жолы 700-ді көбейтеміз 100-ден 16-ға. Шыққан санды 95%-ға кемітетін сөз, 100%-дық санды 95%-ға кемітсек, 5%-дық санды табумен бірдей болады. Сондықтан оны мен 100-ден 5-ке көбейте салам былай. 2 0 мен 2 0 кетеді. 5 пен 100 5-ке қысқаратында 20, 20 мен 16-ны 2-ке қысқартайық, себебі 10-ға бөлу ыңғайлы. Мындарда 10, мынарда 8 ба, 0,8 қалды. Бізде мынарда 7 қалды ғой, дұрыс па? Мынарда 7 қалып қойды. 7, 8, 56, 56-ны 10-ға бөлсек 5,16, бәрібір 5,16 7-ден кем. Сондықтан А үлкен А бағаны. Кеседе құрамында қанттың концентрациясы 8% болатын 250 мл шай болды. Көлемі 250 мл, құрамында қанты 8%. Оған 50 мл қайнаған су құйғанда, қайнаған судың құрамында қант жоқ, сондықтан оның құрамында қанттың концентрациясы 0% деймін. 250-дің үстіне 50 мл қойсақ, әрине 300 шығады. Мынарға сыймай қалды, мына екеуінің қосындысы, былай есептейік, мына екеуінің қосындысы 300 шығады. Сол 300-дің құрамында x% қант бар. Яғни мынаны 250 мл 8%-ға көбейтеміз, 50-ді 0-ға көбейтеміз, тең болады 300-ді x-ке көбейтеміз. Сол кезде былай ғана қарады. 250 көбейтілген 8 тең 300 көбейтілген x. Екі жағы да 50-ге бөлінеді, 50-ге бөліп тастасақ, мына арада не қалады? 300-ді 50-ге бөлсек, ол 30-ды 5-ке бөлгенмен бірдей 6x қалады. 250-ді 50-ге бөлсек, ол 25-ді 5-ке бөлгенмен бірдей 5 қалады. 5 көбейту 8 40, 6x тең 40 болса, x тең болады 40 бөлінген 6, немесе 2-ге қысқартсаңыз 20 бөлінген 3, 6,3-2 шықты, иә? Жазып қояйық. Мына жерде әрқайсының құрамындағы қанттың концентрациясы 12% және 2% болатын көлемдері бірдей екі компотты бір ыдысқа құйды. Пайда болған компоттың құрамында қанттың концентрациясы қандай? Көлемдері бірдей деген сөз,
мынау 100 мл болса, мынау да 100 мл. Сіз кез келген санны өзіңіз аласыз. 50 болса 50, одан жауап өзгермейді. X болса X деп. Мысалы, мынау 100 мл, мынау 100 мл. Иә, мынада 2%, мынада 12%. Екеуін қоссақ 200 мл шықты. Оның құрамында X%. Енді теңдеуіміз қандай болады? Барлығын 100-ге бөлсек, мынау 1, мынау 1, мынау 2 сияқты. Яғни 2x тең болады 2-ні 1-ге көбейтіңіз. 2 қосылған 12. 14-ке тең 2x-іміз, демек x 7%-ға тең. Мынада 7% шықты. Бізде 6,2 шықты. Біріншінде 7 үлкен, сондықтан жауап болады. 68-ден кіші ең үлкен 13-ке еселі жұпсан. Жұпсан екенін ұмытпаңыз. Мысалы, 68-дің қасында 65 деген сан бар, 13-ке бөлінеді. Өйткені 13-те 5-ке бөлсек 65, бірақ ол тақ сан. Ал жұп болу үшін одан бір 13-ті азайта салыңыз, 52. Бұл 52, 68-ден кіші ең үлкен 13-ке еселі жұпсан осы болады. 7-ден 3 есе артық сан деген сөз, 7-ні 3-ке көбейтсеңіз 21. Сол саннан 2 есе артық сан, 21-ді 2-ге көбейтсеңіз 42. Сол саннан 10 артық сан, оған 10-ды қосасыз, 52, 2 жағы тең, сондықтан бұл өсетін жауабы С.